Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз бүгін ұлттық бірыңғай тестілеу орталығының нұсқаларымен танысамыз. Ары қарай тест сұрақтарын талдауды жалғастырамыз. Қазіргі біздің талдайтын сұрағымыз ол 8-ші сұрақ. 8-ші сұрақтың берілген оқиын. Мұқият тыңдайық. Эволюциялық процестің бастапқы сапалы кезеңі дейді. Балалар, эволюция дегеніміз не, білеміз ба? Есімізге түсірейікші, эволюцияның анықтамасы өте көп. Бірақ біз бір анықтамасын айтып көрейікші. Эволюция дегеніміз не? Эволюция дегеніміз тарихи дамудың қайтымсыз үдерісі. Тарихи даму дегеніміз не? Тарихи даму дегеніміз филогенез. Міне, тарихи даму. Сонда эволюция дегеніміз осы филогенездің қайтымсыз үдерісі. Осыны біз эволюция дейміз. Эволюция дегеніміз қарапайымнан күрделіге қарай даму. Енді бұның анықтамасы өте көп. Эволюцияның негізін салған, ғылымның негізін салған, оны білеміз, ол кім? Ағылшынның жаратылыс танушысы Чарльз Дарвин. Енді осы эволюциялық процестің бастапқы кезеңі дейді. Дистракторлар бұлай деп берілген: бөлім, туыс, түр, тұқымдас, отряд деп берілген. Ал енді біз бұл бөлім, патшалық, тип, тұқымдас, отряд дегеніміз не? Бұл жүйелік таксондар. Жүйелік таксондар. Ал осының ішінде дұрысы ол түр. Дұрыс жауап қайсы болды балалар? Түр. Түр дегеніміз не? Түр дегеніміз не? Түр дегеніміз, ең бірінші түр деген ұғымды Джон Рей ғылымға енгізген. Түр дегеніміз бұл өзара шағылысуға, будандасуға қабілетті даралардың жиынтығын түр деп атаймыз. Түр дегеніміз ең кішкентай генетикалық бөлінбейтін жүйе. Осыны біз түр деп атаймыз. Осы түр сонда эволюциялық процестің бастапқы сапалы кезең деп аталады. Эволюция екіге бөлінеді: микроэволюция, макроэволюция. Микроэволюция кезінде түр мен түрше дамиды. Ал макроэволюция кезінде түрден жоғарғы таксондар дамиды. Олар не? Отряд, тип, патшалық, бұлар түрден жоғары тұр. Осылар макроэволюция кезінде дамиды. Сонда эволюциялық процестің бастапқы сапалы кезеңі не болды? Жауабы түр болды. Енді 9-шы сұрақ. 9-шы сұрақты оқиын. Палеозой заманының кезеңдер саны. Бұл сұраққа жауап беру үшін біз жердің тарихын білуіміз керек. Жердің тарихы қандай нәрседен тұрады? Шухарт деген кісі жердің тарихында ең ұзақ уақытты қамтитын эонды бөліп береді. Эон. Шухарт бойынша эон екіге бөлінеді. Бірінші криптозой. Екінші фанерозой. Криптозойға архей, протерозой жатады. Ал фанерозойға не жатады? Бұған палеозой, мезозой, кайнозой жатады. Енді біз айттық, ұзақ уақытты қамтитын межелік ол эон дедік. Шухарт бойынша эон қаншаға бөлінді? 2-ге бөлінді. Криптозой және қандай болды? Фанерозой.
Енді осы эон замандарға бөлінеді. Заман. Міне, замандар мынау. Міне, қанша заман бар екен? 5 заман бар. Заманға бөлінді. Заманнан кейін бұл кезеңдер бар. Заманның кезеңдері бар. Кезең дәуірге бөлінеді. Дәуір ғасырға бөлінеді. Ғасыр дегеніміз век. Көрдіңдер ма? Сонда эон ол заманға бөлінді, заман кезеңге бөлінді, кезең дәуірге бөлінді, дәуір ғасырға бөлінді. Сонда қанша заман болды? 5 заман болды. Архей, ежелгі заман, протерозой, алғашқы ежелгі тіршілік заманы, палеозой, ертедегі тіршілік заманы, мезозой, ортадағы тіршілік заманы, кайнозой, жаңа өмір заманы. Протерозойды кейбір кезде біз айтамыз алғашқы тіршілік заманы деп те айтамыз. Енді бізден нені сұрап тұр? Осы палеозойдың кезеңдерін сұрап тұр. Палеозойдың кезеңдері 6. Бірінші Кембрий, екінші Ордовик, үшінші Силур, төртінші Девон, бесінші Таскөмір, алтыншы Пермь. Міне, біздің сұрағымыз жауабы осы. Сонда палеозойдың замандары, кезеңдері неше дейді? Неше болды балар? Палеозойдағы кезеңдердің саны 6 болды. Жауабы 6. Кембрий, Ордовик, Силур, Девон, Таскөмір және Пермь. Міне, біз бүгін 2 сұрақты талдадық. 8 және 9 сұрақтар сендерге түсінікті деп ойлаймын. Келесі талдауға шейін сау болыңдар.